Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Таңшолпан. Бүгін біз дәмі тіл үйретін балалық шақтың дәмі ерекше орешкиді дайындайтын боламыз. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Орешкимізді дайындау үшін ең алдымен таза ыдысымызға бір жұмыртқамызды, алдын ала өлшеніп дайындалған қантымызды және де тұзымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Енді содамызбен алдын ала ертілген сары майымызды қосамыз. Одан кейін ұнымыздың шамалы бөлігін қосып, қамырды илейміз. Содан соң қалғанын қосып, жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды пакетке салып, холодильникке 5 минутқа тындырып қоямыз. Ендігі кезекте алдын ала қыздырылған орешницамызға дайын болған қамырымызды 6 граммнан бөліп, домалақтап, орешницаға салатын боламыз. Барлық қамырымызды дәл осы видеода көрсетілгендей етіп, қызарғанша пісіріп аламыз. Дайын болған орешкиларымыздың жан-жағындағы артық қамырды алып тастау үшін ситаны пайдаланамыз. Орешкиларымыздың арасына вареный сгущенканы салып, жақсылап біріктіреміз. Міне біздің ешқашанда сәннен қалмайтын дәмі тіл үйретін орешкиларымыз дайын болды. Сіздерге де пісіріп көруге кеңес беремін. Ас болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар.